Hayırlı gün dostlar, sizlerмен Ravşangül. Bugün biz sizlermen sebze pirog жасайтын bolamız. Video başlamaz burun kanalga tirkelip, like basуды unutmаңыздар. Şimdi biz yumurtkanın üstüne tuz salатын bolamız. Mikserмен aralastırатын bolamız. Şimdi onun üstüne şeker salатын bolamız. Suyup mayamızı kıyatın bolamız. Ondan keyin әбден араластырамыз. Әбден араластырып болғаннан кейін ішіне ұнды салатын боламыз. Onun üstüne қосқышымызды салатын боламыз. Әбден екеуін араластыратын боламыз. Әбден араластыратын боламыз. Осындай маса дайын болу керек. Onun üstüne сәбізімізді қосатын боламыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді шет-шетіне майымызды жағып шығамыз. Градусқа 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Оны 15-20 минутқа суытып қоямыз. Енді оның үстіне сахни пудра себетін боламыз. Дәмін көретін боламыз. Мінекей пирогымыз дайын болды. Енді дәмін көретін боламыз. Өте керемет достар. Сіздер де осы рецептпен істеп көріңіздер. Ас болсын.